Сонымен ұнаймайдары. Біздің жігіттер жалпы қазақстандық жігіттер қауымына кішігірім қыздың көңілін табудан мастер-класс өткізбекші. Мастер-класс өткізетін жігіттерді дәл қазір сіздердің қатты қошеметтеріңізбен ортаға шақырайық. Ұнайт шоу резиденттері! Тойда жүрсің бе, родной? Қыз қайда, шығар. Сонымен қазір жігіттер жылы-жылы сөздер айтады, комплименттер айтады. Былайша айтқанда подкаттар жасайды. Ал ол подкаттарын, жылы сөздерін бағалайтын бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз өзі сұлу, өзі ару, өзі блогер Гули Махметова. Сіздердің қошеметтеріңізбен келіп! Гули, қазір саған жігіттер жарысып, жылы сөздер, комплименттер айтады, подкаст жасайды. Сен солардың ішінен өзіңе ең үздігін анықтайтын боласың. Келістік қой? Бірден айт, ұнай ма, ұнамай ма? Бірден сахнаның артына шығарып жібереміз ары қарай. Еш қашанда сенімен сөйлеспейтіндей қылып жібереміз. Жарай ма? Хорошо. Келістік қой? Гулиға бір қошемет, шынымен де Бастаймыз, Бексұлтан. Саламатсыз. Татуыңыз әдемі екен, давайте тату-тату өмір сүрейікші. Рахмет. Гули, не айтасыз? Ұнады ма? Ұнады. Бәрекелді, Бексұлтан қалды бізде. Жалғастырайық. Мен өзімді қазір кептер сияқты сезініп тұрмын. Неге? Гули десе жетіп келем. Не айтасың? Өтпеді. Өтпеді ма? Өтпеді. Эльдар бірінші рет жеңілді бүгін. Тарихи бір мүмкіндік бересің ба, Гули? Жоқ, бір нәрсе айтып кетейін. Күлген кезде андай қатты күлмесін. Жалғастырайық, кім? Нұрсұлтан. Күлігі. Ау. Ұстап көрсем бола ма? Болмайды. Қолыңыз бейт, қолыңызды, иә. Ұсталына деген мен. Періште екен деп ойлап қалдым да. Бермесем не қылатын едіңіз? Бермесем не қылатын едіңіз? Нені бермесең? Қолымды бермесем. Гули ұнады ма, ұнамады ма? Жоқ, өтпеді. Мұна. Гули, Иә. ертең 11-де строительный магазинге бар кірпіш сатып алайық. Бақытымызды құрып бастап кетейік та. Қала ма? Болады. Азамат қалды. Онда ертең 11-де, иә? Түнде ұйықтай алмай жүрмін, достар. Жүрегім дызылдайды. Ол неге дызылдайды деп ойланып қарасам, ол Гулиге ана жексұрындардың басқан лайктары мені ұйықтатпайды екен. Есет, өтті ма? Ұнады ма, Есет, ұнамады Қолын ма? ұстап қалсам Сот бола ма? шешімін айтса. Ұнады ма? Ұнады. Есақам қалды. Гули, ережемен таныстырып кетейін. Жалпы өмірден кейін шулау болмайды. Іші уютно, жылы, тепло. Бұл жүрегімнің кілті. Базар жоқ, базар жоқ. Қамай жүрдің де? Неге жүрегіңіздің кілті төртеу? Төрт жүрек бар менде. Жаңа браттан сұрап алдым жа. Айтпай Өтпеді. Өтпеді ма не? Өтпеді. Елжан, ренжіме. Нұрбол. Гули, қорықпа, мен сені жемеймін. Себебі арақ пен торт закуска келіспейді. Кім арақ, кім торт? Конечно, сен арақ мен торт десек. Қалды ма? Қалады. Ұнадың. Араққа қуанып Арақ кетті ғой. десем мәз болып кетті. Келесіде вино деп айтам, как күт.
Бексұлтан. Гули, шалбарың кожаный, өзің ухоженный екенсің деп қой. Рахмет. Ладно ма? Ай, молодец. Лайк бастым. Гули, туфлиң, етік, өзің жақсы екенсің. Жоқ, мына тілімен дұрыс әңгіме шықпай жатқан шығар, бірақ міне анда қария әңгіме сайрап отыр. Просто мас болып жеткізе алмай тұрмын. Дұрыс істедің ма жалпы? Иә. Болды ма, ұштың ба? Иә, Нұреке, бара бер. Мына жақта балдар күтіп өтеді. Азеке, өзің. Гули, ертең кешке 11-ге таман көшеге шығасың ба? Жоқ. Дұрыс, үйде отыр. Мені қазірден бастаптың да. Өзіңізге көп алып атқан жоқсыз ба? Кешірші, пожалуйста, сен келісіп өйтіп айтпаймын, жаңа кешірші. Қалам ба? Серьезно айтшы. Шыға бер ертең 11-ден кейін. Жоқ, қала беріңіз. Жоқ, 11-ден кейін шыға бер, бірақ. Өзің біл. Қошеметтеріңіз, Азамат. Исақа. Жоқ, қойсың. Гули, саған бір сұрағым бар. Қай лагерде отырдың? Емші бар ма? Залда емшілер бар ма? Ессіз ғашық адамды есін тандырып емдейтін. Жамайттік. Мен подкасттарым саған өтіп атқан жан. Жайам, оны өтірсін сен. Қалсын деші. Гули, не дейміз? Ұнайды, ұнамайды? Романтик екен, қала берсін. О, Есағам, романтик екен. Адам танымайды екенсің. Мен саған романтик көрсетемін. Бексұлтан, жалғастырасыз. Гули, сіздің күлкіңіз бар ғой, Алматының жолдар сияқты ямочка. Вау. Это был комплимент или что? Два в одном. Бексұлтан қалып жатыр. Жалғастырайық. Кеше дәрігерге барып жүрегімде не бар деп тексертіп едім. Анам, сосын сен тұр екенсің. Қуанып кеттім. Неге? Енді анам тұрсың, сен тұрсың кетіп жатыр да просто. Өтпедіңіз. Ойнайды онда сен жоқсың. Сен мама тұр! Мама тұр! Гули жоқ! Сен жоқсың! Мама тұрсың бір Жәнібек деген кісі тұр ал! Ал, давай ал! Азаматты қошеметпен шығарып салайықшы ары қарай, ары қарай кетсінші. Есақа. Құрметті достар, залда сынықшы бар ма? Мен Гулиді көріп сынып қалдым. Ұнады ма? Тағы айтарыңыз бар ме еді? Тағы айтатыңыз бар ме еді? Егер жоқ деген жағдайда жаңа сынықшы по-любому керек, біреудің жағын салып беру керек. Енді өтті. Есағам қалды. Бексұлтан. Гули, сіздің қасыңызда тұрсам ше, мен өзімді шампанскийға сезінем. Сәл сілкісеңіз атылып кетейін деп тұрмын. Өтті. Бексұлтан қалды. Құрметті достар, байқаған шығарсыңдар, мен нағыз Дон Жуанмын. Қалғандары Дон Жіңішке. Осы жолы. Қатты өтпедің ау. Қатты өтпедің. Өтем деп те істеп атқан жоқ ма? Әйелім бар, Аллаға шүкір. Есақа, тұра тұр, Есақа. Кәз. Мүмкін Бексұлтан сенен де нашар подкат айтатын. Жоқ, Бексұлтан жыртайын деп тұр, ол дайындалды Гулиге. Көрейік онда Бексұлтан. Екеуінің біреуін таңдаймыз, Гули? Не ғой, Гули, менің атыма байланысты бір рифм алып нәрсе істемедік па? Менің атым Бекс. Жақсы. Жақсы? Оригинально? Ну да. Отты. Қазақтың қызы емессің ба, Гули? Не мұнау? Жігіттер, бұның бәрі қалжың. Әрине, Гули да оны түсініп отыр, біз де оны түсініп отырмыз. Барлығы жақсы, барлығы тамаша. Бірақ Гули қазір жеңген бізде. Бексұлтан, қошеметтеріңіз бірінші рет. Бексұлтан жеңіп отыр.
Жігіттерге қошемет. Бүгін бізде қонақта болған жұлдызды қонақ Гули Махмедова. Қандырақ, шарташка.